саламатсыздар ма оқушылар? Бізде кезекті нұсқа талдау. Бүгін бізде Қазақстан тарихынан сіздермен тарих пәнінің мұғалімі, Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарих пәнінің мұғалімі, ұбт сарапшысы Хайролла Нұрсұлтан Бөлтірікұлы. Бүгін біз 19.05 күні кездескен сұрақтардың бір қатарын талдап жүрек. Арасында қайталанып кеткен сұрақтар болуы мүмкін, 18 күнгі сұрақтар болуы мүмкін, 20 күнгі сұрақтар да болуы мүмкін. Өйткені кейбір сұрақтар қайталанып жатыр, кейде жаңа контекстер келіп жатыр, әртүрлі сұрақтар келіп жатыр енді. Соны бір қатарынан қайталап көрейік. Сонымен кеттік. 9-11 ғасырларда Сырдария бойында өмір сүрген тайпа. Бізде Сырдария бойында десе оғыздар болады, оғыз тайпасы өмір сүрді. Қимақтар бізде Қазақстанның солтүстігінде, орталығында және шығысында өмір сүрді. Қарлұқтар бізде Жетісуда өмір сүрді. Қыпшақтар енді Дунай мен Ертістің арасында өмір сүрді. Қыпшақтардың территориясы ұлы дала деп те айтуға болады. Дунай мен Каспийдің арасы батыс дешті қыпшақ, Каспий мен ертістің арасы шығыс дешті қыпшақ. Кеттік. Екінші, адамның табиғаты, интеллектуалды және этикалық жетілу туралы әл-фараби еңбектері. Бұл бізде бақытқа жету туралы басқаша философиялық еңбегі деп те келеседі. Сонымен қатар азаматтық саясат деген де еңбегі бар, осы қатарда болады. Бұл да егер бақытқа жету туралы болмаса, осы азаматтық саясатты да сұрайды. Диуани хикмет бізде Қожа Ахмет Яссауидікі, Құттыбөлек Жүсіп Баласоғлынікі, түрік тілдерінің сөздігі бізде Махмұд Қашқаридікі. Сонда бізде Т варианты болады. Азаматтық саясатты қосымша қойып қояйық. Алдағы ұбытта осы азаматтық саясатты да сұрауы мүмкін. Зарзаман ақындары бізде Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы, Мұрат Мөңкеұлы. Енді бұл зарзаман ақындары ұғымын енгізген кім, жалпы әдебиетке енгізген кім деген келетін болса, Мұхтар Әуезов енгізеді зарзаман ақындары деген, және Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Мұрат Мөңкенің өлеңдерін жатқа білу керек. Мысалы, былтырғы ұбт-ларда сұраған сұрақ бар, ол Дулат Бабатайұлының еңбегі өсиетнама, Шортанбай Қанайұлынікі зарзаман, Мұрат Мөңкеұлынікі үш құян. Жалпы осы былтырғы базаның сұрақтары биыл да қайталанады оқушылар. Келесі төртінші сұрақ. Кенесары жайлы мақала жазған алаш зиялысы. Егер Кенесары туралы жазған болатын болса, Әлихан Бөкейхан болады. Ал Абай Құнанбайұлы туралы жазған болса, Ахмет Байтұрсынұлы болады. Қазақтың бас ақыны деген мақала жарияланды. Осы жерде көбісі қателесіп кеткен. Төртінші сұрақта Ермахан Бекмаханов деп қойған. Бұл жерде оқушылар алаш зиялысы депті және мақала депті. Ермахан Бекмаханов алаш зиялыларынан кейінірек өмір сүрген адам. Алаш партиясы болған өздері, ол жас жігіт болған. Ол кеңестік кезеңде өмір сүрген адам. Қазір Ермахан Бекмахановқа тоқталамыз. Айтпақшы, Ермахан Бекмаханов ойланса контекстте кездеседі. Келесі бесінші сұрақ. 1717 жылы Қазақстанның солтүстік шығысында салынған бекініс, яғни Ертіс өзенінің бойында салынған, ол бізде Железинск бекінісі болады. Железинск бекінісі. 1716 жылы Жәміш бекінісі, Омбы бекінісі салынды. Семей бекінісі 1718 жылы салынды. Коряков пен Өскемен бекінісі 1720 жылы салынды. Келесі. Тарихшы Ермахан Бекмахановтың жазаланып 25 жылға сотталуға себеп болған ірі зерттеу тақырыбы бұл Кенесары бастаған көтеріліс болады. Сонымен қатар бізде мысалы Жанқожа бастаған көтеріліс деп айтатын Мейер менен Мұхамеджан Тынышпаев екенін айта кеткен жөн. Мына бір жерде мен өшіре салайын мыналарды, сәл варианттарын дұрыс қоймаппын. Тарихшы Ермахан Бекмахановтың жазаланып 25 жылға сотталуға себеп болған еңбегі бұл 19 ғасырдың 20-40 жылдары Қазақстан деген Кенесарыға байланысты еңбегі. Сонымен қатар 1943 жылы шыққан Қазақ КСР-ның тарихы еңбегінің де авторы. Қазақ КСР-ның тарихы еңбегі авторының бірі. Жақсы. Сонымен қатар Кенесары көтерілісіне байланысты тағы бір тарихи әдеби еңбек жазылған, ол Ілияс Есенберлиннің «Қаһар» деген еңбегі. Оны жазып қойын. «Қаһар» еңбегі. Ілияс Есенберлин. Жақсы. Мына жерге енді тағы қандай жазуға болады? Мына жерге мен жайт ұлпанды қоя салайын. Басылмай қалды. Ұлпанды қояйын. Бұл бізде ұлпан кімдікі? Ғабит Мүсіреповтікі. Өзгеріп кетті ау деймін, жарайды, тұра берсін.
Келесі 8. Қазіргі уақытта орталық Азия ұғымына кіретін мемлекет бұл Тәжікстан. Қазіргі таңда 1991-ден бастап Орта Азия ұғымы орталық Азия деген ұғымға кірген. Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан енеді. Ал Орта Азия деген ұғымды Ресей патша үкіметі кезінде 19 ғасырда қолданды. Орта Азияны басқаша Түркістан өлкесі деп те атаймыз. Иә, орталық азияны алғаш зерттегендер бізде неміс ғалымдары Карл Риттер мен Александр Гумбольдт, сонымен қатар фон Рихтхофен бар. Жалпы орталық азия туралы екі контекст бар. Оқушылар енді осы жерде жаңадан келіп отқан менің сабағымды көріп отқан оқушыларға таныстыра кетейін. Менің есімім Хайролла Нұрсұлтан Бөлтірікұлы. 9 жылдық ұбт саласында тәжірибесі бар мұғаліммін. ұбт сарапшысымын. Қазақстан тарихынан, дүниежүзі тарихынан сабақ беремін. Үлкен орталықтарда жұмыс жасағанмын. Талай рет республика көлемінде жоғары балл алған оқушыларым. 3 мыңнан астам оқушыны осы уақытқа дейін сабақ бердім. Мектепте де сабақ бердім, үлкен жетістіктерге жеттік. Қазіргі уақытта өзім жеке онлайн центр ретінде жұмыс жасап жатырмын. Қазақстан тарихынан, дүниежүзі тарихынан интенсив курс жүргізіліп жатыр. Жалпы осындай нұсқалармен көп жұмыс жасағыларыңыз келсе, енді слив деп айтпай ақ қояйық, сливпен қосымшалық бонус ретінде. Сливпен нәтиже жете алмайсың. Мысалы, контексттік сұрақтармен, сәйкестендіру сұрақтарменен, жаңағы орнына қою хронология реттілік сұрақтарымен жұмыс жасағыларыңыз келсе, онда бізде интенсив курс жұмыс жасап жатыр. 775-702-1660 нөміріне хабарласыңыздар. Егер ютубтан келсеңіздер, елу пайыз жеңілдік болады. Ағай, мен ютубтан келдім, сіздің нұсқаңызды көрдім деп жазсаңыздар, сізге елу пайыз Қазақстан тарихынан, дүниежүзі тарихынан жеңілдік болады. Келесі кеттік. 1926 жылы қазақ театры ашылды. Бізде Қызылордада ашылды. Келесі 1926 жылы Қызылорда қаласында ашылған тұңғыш қазақ театрының алғашқы басшысы дарынды режиссер деген сұрақ келетін болса, бізде Жұмат Шанинді қоясыңдар. Міне 19 күні келген сұрақ. Иә, Ахмет Жұбановқа келетін болсақ, Ахмет Жұбанов бізде ол қазақтың тұңғыш рет ұлт аспаптар оркестрінің негізін қалаған атақты дирижер, музыка танушы, музыкант, композитор. Иә, Әміре Қашаубаев бұл осы Қызылордадағы театрдың актері болған. 1925 жылы Парижде өнер көрсеткен, майында Франкфуртта өнер көрсеткен, кейіннен қудаланды. Иә, Мұстафа Шоқаймен кездескен туралы мәлімет бар ғой Париж қаласында. Қалибек Қуанышбаев бұл да бізде атақты актер, қазақтың өнеріне үлкен үлес қосқан адам. Қызылорда театрында актер болған. Қазір Астана қаласында Қалибек Қуанышбаев атындағы драма театры бар. Міне оқушылар, бүгінгі сол 19 күні, осы 20 күні де кездесті деймін. Осы сұрақ көптеген оқушыларды қадап демей ақ қояйын, шатасып жатыр осы сұрақта. Иә? 11. Алғашқы қазақ ұлттық театрында қойылған пьесаларды авторлармен сәйкестендіріңіз. Ал давайте көрейік. Әуезовті мен жасылмен қойайын. Әуезовтің ол пьесасы Еңлік Кебек, сонымен қатар Айман Шолпан деп те кездеседі. Иә? Майлинді сарымен қойайын. Майлиндікі бізде Шаншар Молда. Шаншар Молда деген пьесасы бар екен. Иә? Бізде Шаншар деген театр бар еді ғой. Әділ-Ысқақ, иә, ата-аналарыңыз біледі. Келесі Сейфуллин. Сейфуллинді мен мына цветпен қойайын. Бұл Қызыл сұңқарлар. Сәкен Сейфуллиндікі. Жұмат Шанин, вот жаңағы әдебиетші, иә, Жұмат Шанин мына цветпен қойайын. Жұмат Шаниндікі бізде Арқалық батыр. Арқалық батыр. Ғабит Мүсіреповті мен мына цветпен қойайын. Ғабит Мүсіреповтікі Қозы көрпеш Баян сұлу. Сонда болады бізде рет-ретімен тұр. А варианты болады. 1Б, 1А, 2А, 3Б, 4В, 4-5К. Оқушылар осыны бір жаттап алыңыздар. Бұл нағыз ұбт-тағы жаңа сұрақ. Бұрын бұндай сұрақ кездеспеген. 1909 жылы 4 миллионға жуық тұз өндірген кәсіпшілік. Бұл да бізде жаңа сұрақ. Бұрын ұбт-таларда болмайтын. Бұл Коряков. Пробниларда болмаса. Елтон мен Басқоншақ бізде Батыс Қазақстанда тұз өндірген. Ембі тоже Батыс Қазақстанда. Бұл мұнай өндірген бұл жерде. Но бұрыннан бері келе жатқан сұрақ 1920 жылы 30 жылдар мектептерге арналған оқулықтарда авторлармен сәйкестендіріңіз. Әлихан Бөкейхандікі география, Ахмет Байтұрсындікі қазақ әліппесі дейін, иә, тіл құралы, баяншы, жетеді, енді көпсін айтуға болады. Бірақ мектепке десе осы қазақ әліппесін қоясыңдар. Тіл құралы деп те келеседі кейде. Санжар Асфендияровтікі Қазақстан тарихы оқулығы, Қаныш Сәтбаевтікі алгебра оқулығы. Сонымен қатар Әлімхан Елмектікі ұлы математика курсы деген еңбегі бар, иә. Келесі 14. 1947 жылы карточкалық жүйені жойып енгізілген реформа бұл ақша реформасы. Бұл енді ұбт-та бұрыннан келе жатқан
ақша реформасы. Мгм. ой мынау сұрақ жаңадан кездескен сұрақ оқушылар, хандар мен оларға қатысты деректерді сәйкестендіріңіз. Бұл ұбт дағы жаңа сұрақ, бірақ енді көрейік. Мен былай қойшы ретімен сіздерге түсінікті болу үшін. Мгм. Ал жұмыс жасап көрейік. Қараңыздар, Хақназар хан. Хақназар ханға былай қояйық. Жасылмен қояйық. Әбілет билігі қазақ, башқұрт пен ноғайлардың тарихында елеулі із қалдырды. Келесі есім ханды сарымен қояйық. Есім ханға бізде Абылат қарақалпақтардың бүлігін басып тастады. Келесі тәуекел ханды мынаумен қояйық. Себеппен тәуекел хан бізде Бұхара түбінде ауыр жараланып қаза тапты. 1598 жылы қаза тапты. Абдаллах екеуі қаза тапты. Жәңгір хан, Салқам Жәңгір хан. Салқам Жәңгір ханды мына цветпен қояйын. Жоңғарларды талқандауы көрші мемлекетпен қатынасын әсер етті. Орбұлақ шайқасы айтып тұр. Сонда дұрыс жауап бізде 1 2 3 4 болады. Сонда А жауабы болады. Міне ұбт дағы жаңа сұрақтың бірі осы сұрақ оқушылар. Кеттік. Енді контекст. ұбт-та кездескен Моғолстанға байланысты мен екі бірдей контекст кездеседі. Сол екі бірдей контексттің қайсысы келгенін 19 күні келгендер көріп отырса айта жатарсыздар қайсы сұрақтар келгендігін. Бірақ осы екі контексттің біреуі келеді, екіншісі алдағы уақытта келуі мүмкін. Иә, міне жұмыс міне қарсыларыңызда Моғолстан территориясы, мына бізде Балқаш көлі, мына Жетісу, Алмалық. Иә, кеттік. Ал Алматы қаласы, мына шығыс, мына жер мысалы Қашғар дейміз, мына территорияны, мына жер Жетісу. Кеттік. Моғолстан мемлекеті пайда болды Шағатай ұлысының шығысында. Ал мына империя Темірлана дейтін көрдіңіз бе, әмір темір, бұл Шағатай ұлысының батысында пайда болған, мына жақ шығысында Моғолстан пайда болған. Тоғылық темірдің ордасы орналасты Алмалықта, Риялқабанда деп кезеді. Сығанақ бізде ақ орданың астанасы, Сырдарияның төменгі ағысында. Сарайшық бізде Ноғай ордасының астанасы сол кездері. Жайық өзенінің төменгі ағысында. Сарай бізде Алтын орданың бірінші астанасы. Сарай Бату, Сарай Берке, екеуі де солай болады. Сарай Бату бізде қазіргі Астрахан қаласының маңайында орналасқан. Сарай Берке сәл жоғарырақ Ресей жаққа қарай орналасқан. Келесі үшінші, 1940-шы 1470 жылдары Моғолстанның қарсыласы. Бұл әрине ойраттар. Кейіннен қазақ хандығы да қарсылас болады. Моғолстанның шекарасын орналасқан жермен сәйкестендіріңіз. Ал көрейік. Солтүстік батысты мен жасылмен қоямын. Солтүстік батысы бізде Жетісу. Оңтүстік батысы Қырғызстанның территориясы болу керек. Қырғызстан. Қазір қарап отырыңыздар. Шығысы бізде мына цветпен қояйын шығысын. Шыңжаң, Қытай жағы. Иә. Сонда бар ма бізде бір ә деген бар ма? Бар екен. Екі б бар ма? Бар. Сонда с варианты. Осы контекст 19-ында келуі мүмкін. Немесе екінші контекстті көреміз қазір. Орталық Азия тарихында Моғолстанның жойылуының маңызы қазақтардың бірігу үдерісі аяқталды. Мынау енді мен екінші контекстті қоймаппын оқушылар. Екінші контекст біздің интенсив курста бар. Жазылсаңыздар көресіздер. Мен нұсқа талдауларында болған. Осыған ұқсайды, бірақ сәл басқаша. Кеттік. 775 702 16 60 нөміріне хабарласып білесіздер ол жағын. Иә. Ал контекст руна жағына екі контекст қоямыз. 6-7 ғасырларда орталық Азия, төменгі Еділ бойы, солтүстік Кавказда өмір сүрген тайпалар, түркі тайпалары. Көне түркі қолжазбалары мен үзінділерінде жазылған барлық жазулар түрі үндеулер, үндеу деген білесіздер ғой. Иә, манифест сияқты ма? Дүниежүзі тарихын аңдайтындар халыққа үндеу. Яғни мәтіндегі үндеу авторлары кімдерді қақан мағына бөліп тоқтасуға шақырды? Халықты, тайпаларды. Швеция, Финляндия және Лондон, Париж, Пекин қалаларында кездесетін көне жазу үлгілері. Орхон-Енисей. Көне түркі жазуларын алғаш зерттеген ғалым Томсен болады. Томсен. Қандай сөзді оқыды? Тәңір деген сөзді оқиды, Томсен. Ал толығымен аударған десе, орыс ғалымы Радловты қоясыңдар. Вильгельм Томсен Данияның ғалымы. Екінші контекст, мынау бірінші контекст. Енді кездесуі мүмкін тағы бір контекст, мына контекст. Орхон-Енисей жазуы кімдерге арналған? Білге мен Күлтегін қағанға. Үндеу авторлары халықты қаған маңына бірігуге, топтасуға шақырған жазу міне ұқсап тұр. Орхон-Енисей. Көне түркі жазуының ескерткіштері атты еңбектің авторы Малов. Келесі 4.
рунатанудың рунология ғылым ретіндегі екі ғасырлық тарихында бірде бірі әлі күнге дейін оқылмаған ескерткіш бұл руналық ескерткіштер, бірақ түркі жазулары оқылды. Иә. ал келесі бесінші сұрақ ол мынандай оймыш жазу деп кейде мүмкін ксилография деген ксилография деп жазайын, иә. Мгм. Міне ксилография бұл тастарды немесе ағаштарды ойып жазу әдісі. Осындай да сұрақ кездеседі. Енді оқушылардың көбісінің сұрап жатқаны жаңадан келіп жатқан сұрақтардың бірі дейді, иә, бұл шынымен 1880-90 жылы реформалар көбінесе сұрай бермейді, бірақ ұбт бағдарламаларында бар сұрақтар, келуі ықтимал сұрақтарды бір талдап шығайық. 1886 жылы маусымда қабылданған ереженің атауы Түркістан өлкесін басқару, немесе Түркістанда салық реформасын жүргізу, жер реформасын, білім реформасын жүргізу деген сияқты ереже қабылданды. Келесі 1886 жылы 2 маусымда Түркістан өлкесін басқару туралы жарлыққа қол қойды үшінші Александр. Осы жерде былай жаттауға болады: 1822-24 жылдардағы әкімшілік реформаға қол қойған бірінші Александр, 1867-68 жылдардағы әкімшілік реформаға қол қойған екінші Александр, 1880-1890 жылдардағы реформаға қол қойған үшінші Александр. Кітапта екінші Александр деп тұр, бірақ ол қате жазылып кеткен, оқулықта жаңағы техникалық қатесі. 1886 жылдан бастап Түркістан өлкесіне енген облыстар ол бізде Сырдария облысы, Ферғана, Самарқанд облысы. Енді осы жерде бір түсінбестік бар. Түркістан өлкесінде 1867 жылы Түркістан губерниясы құрылды ғой, 67 жылы. Сол кездері екі облыс болған, Сырдария мен Жетісу болған. Сонда Сырдария Түркістанда қалады, Жетісу Түркістаннан шығарылады, басқа облыстың құрамына кіріп кетеді, басқа губернияның құрамына кіріп кетеді. Осы жерде қайталап айтамын: 1867-68 жылы Түркістан губерниясы қалыптасады, оған екі облыс кіреді, Сырдария мен Жетісу. Ал 1886 жылы Сырдария Түркістан губерниясының ішінде қалады, ал Жетісу шығарылады. Жетісу жоқ 80-90-дағы реформада. Келесі 1886 жылы ереже бойынша Түркістан өлкесінің басқару орталығы Ташкент. 1882 жылы құрылған генерал губернаторлық бізде дала генерал, міне осының құрамына Жетісу кіреді оқушылар. Дала генерал губернаторлығының алғашында үш облыстан тұрады, ол бізде Семей, Ақмола, Жетісу. Дала генерал губернаторының орталығы мынау Омбы болады, мен бұны Омбыны сарымен қояйын. Сонда Түркістанның орталығы Ташкент, міне Ташкент, даланың орталығы Омбы болады. Кейіннен 5 облыс болып кетеді. Иә. Келесі 19 ғасырдың 80-90 жылдарында әкімшілік реформалар нәтижесінде үшке бөлінді. Үшке бөлінді, бізде кіші жүз үшке бөлінеді. Ол бізде Астрахан губерниясының құрамында болады, Закаспий және Дала губерниясының құрамында үшке бөлініп кеткен екен. Кеттік келесі жетінші. 19 ғасырдың 80-90 жылдардағы әкімшілік реформалар бойынша ірі қалаларда құрылды, полиция басқармалары құрылды. Жақсы, енді оқушылар Мәшһүр Жүсіп көпейұлына байланысты. Оқушылар сонымен қатар айта кетейік, Нұрсұлтан History арнасы тұр ғой, міне. Менің YouTube арнамның аты осылай, иә. Нұрсұлтан ағай, Нұрсұлтан History деп сақтап қойсаңыздар болады, мына номермен атып. Енді менің инстаграм парақшамда осылай Нұрсұлтан History деп атады. Инстаграм парақшама да қосыңыздар. Ол жерге де мәліметтер күнделікті салынып тұрады. Сонымен қатар TikTokта да салынып тұрады. Қазір TikTokпен көп жұмыс жасап жатырмын. Арасында аптасына 3 рет, 4 рет эфирге шығып сабақ түсіндіреміз. Сол жерде нұсқа талдайтын боламыз. Сол жерде мен сол әлеуметтік желілерге Мәшһүр Жүсіп көпейұлы туралы бүгін екі бірдей контекст салдым. Енді соларды да жерде талдай кетейік. Міне 19 күні, 18 күні кездесті деймін, алдағы уақытта да кездесуі мүмкін. Ал еттік, екі контекст осы. 1858 жылы Мәшһүр Жүсіп көпейұлы дүниеге келген елді мекен. Бұл бізде Баянауыл елді мекен дүниеге келіп, торғайда бізде Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулат өмірге келген, иә. Бөкей ордасында Құрманғазы Сақырбайұлы өмірге келген. Жауды ұмытып тұрмын. Жүсіп Көпейұлының мәшһүр атының берілу себебі жастайынан өлең жырды жатқа айтып елге танылғандықтан берген. Енді Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының мәшһүр деген атты кім берді десе, атақты Баянауыл округінің аға сұлтаны болған атақты бай Мұса Шорманов берген екен. Иә, жастайынан Мұса Шормановтың үйіне келіп жыр оқиды, көзге түседі. Содан Жүсіпке айтады: сенің атақты болайын деп тұрған бала екенсің, иә, болашағың бар екен, сені
мәшһүр болайын деп тұрған екен. Сен мәшһүр бол бүгіннен бастап деп. Содан мәшһүр жүсіп деп аталып кеткен екен халық арасында. енді діни білім алып қажылыққа барды деген келмейді, иә. Қажылыққа барған бізде шәкәрім қажылыққа барды. келесі үшінші, мәшһүр жүсіп білім алған бұхарадағы медресе, бізде ол көкілташ медресесі. енді оқушылар кімде кім біледі, мынау ахмет риза медресесі, ғалия медресесі, хусайна медресесінде оқыған тұлғаларды комментарийға жазып жүріңдерші, кім біледі соны. келесі, мәшһүр жүсіп көпейұлының ұстаз хамар хазіреттің көмегімен жазып алған шығармасы, бұл бізде ер олжабай батыр. міне олжабай батыр туралы сұрақ осы жерде келген екен. манас поэмасы бұл қырғыздардың атақты жыр дастаны, бұны шоқан уәлиханов хатқа түсірген. батыр баян поэмасы бұл мағжан жұмабаевтың поэмасы. қанды жексенбі мәшһүр жүсіп көпейұлынікі, бірақ ол 1905 жылы шыққан өлеңі. 1905 жылы 9 қаңтарда ресейде астанасы, сол кездегі санкт петербургта алғашқы орыс буржуазиялық революциясы басталады, қанды жексенбі деген оқиғамен. соған байланысты өлең шығарған екен. сол өлеңнен кейін мәшһүр жүсіп қудалана бастайды. мәшһүр жүсіп көпейұлы бойынша дұрыс дәйекті тап. мұсылмандық шарты еңбегінің авторы бұл шәкәрім құдайбердіұлы, ол келмейді. тауарих хамса еңбегінің авторы ол бізде құрбанғали халид. міне жазып қойшы сіздерге. мынау шәкәрім құдайбердіұлының еңбегі. мынау бізде құрбанғали халидтің еңбегі. құрбанғали халид 19 жасында. бұхарада араб парс оқып, араб парсша тілдерін үйренген, осы дұрыс болады. 1907 сарыарқаның кімдікі екендігі еңбегі шықты, осы дұрыс болады. сонда 3 пен 4 дұрыс, бізде ол бар екен. 3 пен 4 бар, С варианты болады. келесі, мәшһүр жүсіп туралы тағы кездесуі мүмкін контекст, ол мына контекст. жаңа айттық. мәшһүр жүсіп көпейұлының туған жерін анықтаңыз, ол Баянауыл, қазір Павлодар облысында, иә, Баянауыл округі болған кезінде. мәшһүр жүсіп көпейұлының зерттеген саласы философия, этнография. қазіргі қазақ жерінің байырғы иесі қазақ халқы екендігін дәлелдеген еңбегі, сарыарқаның кімдікі екендігі. ақын еңбегіне байланысты патша билігінің әрекетін анықтаңыз. саяси сенімсіздер тізіміне енгізілді. жаңа қанды жексенбі өлеңіне байланысты сол кездер. келесі, дұрыс дәйекті анықтаңыз. абылай ханға ұлы билеуші ретінде баға берді. оқушылар, міне 19 күні кездескен сұрақтар осы. арасында 18 күнгі сұрақтар болуы мүмкін, не? негізгі базалық сұрақтар. жаңадан келген бір 4-5 сұрақты бақыладыңыздар. енді оқушылар ютубтан осы көріп нұсқаны келіп курсқа жазылған оқушыларға 50% жеңілдік екенін тағы да айта кетейін. біздің курста базалық нұсқа талдаулармен жұмыс жасаймыз, осындай контексттер беріледі. иә, сонымен қатар күнделікті келіп жатқан сұрақтармен де жұмыс жасаймыз. бірақ тағы да айтамын, құр слифпен жұмыс жасамаймыз, ол болмайды. күнделікті слифпен жұмыс жасап, ол келмей қалса не істейміз, иә? сондықтан біз базаны көріп, осы сұрақтармен жұмыс жасап, өзіңіздің біліміңізді, деңгейіңізді тезірек көтерулеріңізге болады, немесе сенімді болу үшін, иә. YouTube арнамда бөлісіп қойып отырыңыздар, лайк басыңыздар, пікір жазып кетіңіздер, жаңа сұраққа жауап беріңіздер. сіздердің пікірлеріңіз көп жазылса, мен де алдағы уақытта шығарып тұратын боламын. ал курс туралы номерге жазыңыздар. 50% жеңілдік. ДЖТ-дан да, Қазақстан тарихынан да. сау болыңыздар.